Ассалаумағалейкум, Қаратамыр ұрпақтары, ассалаумағалейкум, Қызылордалық ағайындар. Былтыр сентябрь айында Қармақшыға шақыруменен Исенбай бабамыздың асына барып қайтқан жөніміз бар. Әне түсірем, міне түсірем, осы барып келген көңіл күйімізді айтатын алғыстарымыз бар, соның барлығын айтамыз деп өзіміз ниет қылып жүредік. Бүгін соның несі келді, жаңағы уақыт сәті келіп отыр. Мынау Рудныйдан Бердахмет інім келіп отыр. Семетей аталығынан, ішіндегі Жәдік аталығынан. Мынау жаңағы біздерде Қаратамыр, анау Қаратамыр, мынау демейміз. Бүкіл Қаратамырдың, тау елінің Қаратамырларының ақсақалы деп мынау Тағай деген ініміз сайлағанбыз. Тағай ініміз шақырып алып отырмыз. Келген кезде кетіп бара жатқанда бірге барғандай болып шығарып салып, келгенімізде бізбен бірге қуанып күтіп алған ініміз. Ас мәселесіне келетін болсақ, мен өзім қармақшылық ағайындардың барлығына бас иіп рахметімді айтамын. Ол қармақшылық ағайындардың ауызбіршілігі, сол жердегі ұйымдастыру шаралардың қалай өткені енді сөзбен жеткізу мүмкін емес. Мен үлкенмін, мен кішімін деген жоқ, барлығы тік аяқта тік тұрып қонақ қылды. Мен өзім Талғат деген бауырым үйінде қонақта болдық. Талғаттың үйіне барып түскенде жаңағы келіндер, олардың қызметі енді баяғы ескі ата-бабаларымыздың заманына барғандай азанмен тұрып сәлемін салып, ата, аға, не тамақ ішетін едіңіз, нені қалайды көңіл күйіңіз деп, жаңағы азанда тұрсаң дәрет суыңа дейін жылтып қойған жағдайларды көрдік. Енді барлығын айта кеткенде Талғаттың өзі анау баласы Нұрсұлтанмен бірге керемет. Соның ішінде мынау қармақшылық. Енді мына атын біртіндеп мынау деп айтайын десем, біреу болмаса біреуін ұмытып қалып тағы ұятты болармын деп жігіттердің атын айтып отырған жоқпын. Барлығы кезек келіп, ойбай тау елінен келіпті деп, бізбен бірге өзінің туған інілерім жаңағы Бегділа менен Арман барды. Одан кейін барып жырау ретінде Сәбит Абылов деген інімізді алып бардық. Жырауымызбен бірге бардық. Бердандар, бұлар да пойызбен барды, келінмен барды. Одан кейін Әлихан Дөстаймен бірге барды. Ол Өзбекстаннан келді, Дөстай деген ағамыз. Дөстай шын аты